Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 97 сабақ тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер. Сен артық немесе кем қатынастармен байланысты тура және жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есеп, есепті шығар. Бірінші күйші 10 күй, ал екінші күйші одан 4 күй артық орындады. Екінші күйші неше күй орындады? Бірінші күйші 10 күй орындаса, екінші күйші содан 4 күй артық орындады дейді. Демек 10-ға 4-ті қосамыз, болады тегін 14. Екінші есеп, бірінші күйші 10 күй орындады. Бұл екінші күйшінің орындағаннан 4 күй кем. Екінші күйші неше күй орындады? Пайымдар. Егер бірінші күйші екінші күйшіге қарағанда 4 күйді кем орындаса, онда екінші күйші бірінші күйшіге қарағанда 4 күй артық орындады. Шешуі. 10-ға 4-ті қосамыз. Қанша болады балалары? Дұрыс айтасың, 14. Жауабы 14 болады. Үшінші есеп, бір және екінші тапсырмалардағы есептерді пайдаланып, жанама түрде тұжырымдалған есептер құрастыр және шығар дейді. Екінші күйші 14 күй, ал бірінші күйші одан 4 күй кем орындады. Бірінші күйші қанша күй орындады? Екінші күйшінің 14 күй орындағаны белгілі, ал бірінші күйшінің қанша күй орындағаны белгісіз. Демек 14-тен азайтамыз 4-ті, 10 болады. Бірінші күйші 10 күй орындады. Төртінші есеп, теңдеулерді шеш. 17 қосу В тең 40 қосу 9. 17-ге В-ны қосамыз, тең 40-ға 9-ы қосамыз, 49 болады. В тең 49-ын азайтамыз 17-ні, В тең 32-ге. Теңдеуді тексереміз, 17 қосамыз 32, В-ның орнына 32-ні қоямыз, тең 40 қосамыз 9, 49 тең 49-ға. 17 азайту В тең 40 азайтамыз 29. 17 азайту В 40-тан 29 азайтсақ 11. В тең 17-тен 11-ді азайтамыз. В тең 6-ға. Теңдеуді тексереміз. 17 азайту 6. В-ның орнына 6-ны қоямыз. Тең 40 азайту 29. 17-тен 6-ны азайтсақ 11. 11. 40-тан 29 азайтсақ 11. 11 тең 11-ге. Бесінші есеп, жұп сандарды 2 есе кеміт, ал тақ сандарды 5 есе арттыр. 4-ке бөлеміз, қанша болады? Дұрыс, 2. 6-ны 2-ке бөлеміз, 3. 8-ді 2-ке бөлеміз, 4. Жарайсыңдар балалар. Енді тақ сандарды 3-ті 5-ке көбейтеміз, 15. 5-ті 5-ке көбейтеміз, 25. 9-ды 5-ке көбейтеміз, дұрыс, 45. Жарайсыңдар балалар. Келесі 6-шы есеп, есептерді шығар және салыстыр. Ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай алды. Бұл екінші қатысушының ұпайынан 2 ұпай артық. Екінші қатысушы неше ұпай алды? 16 ұпайға қосамыз 2 ұпайды. Артық деп тұр, демек қосамыз 2-ні. 16-ға 2-ні қоссақ, жарайсың. 18. Қатысушы 18 ұпай алды. Ән байқауында бірінші қатысушы 16 ұпай, ал екіншісі одан 2 ұпай кем алды. Екінші қатысушы неше ұпай алды? 16-дан 2-ні азайтамыз. Қанша болады? 14. Екінші қатысушы 14 ұпай алды. Келесі 7-ші есеп, мысалдарды шығарып, қазақ халқының ұлттық музыкалық аспаптарының бірнешеуін біліп ал дейді. 27-ні бөлеміз 3-ке, 9, 9-ға 2-ні қосамыз, 11. 11 бізде дауылпаз. 5-ті көбейтеміз 3-ке, 15, 15-ке 12-ні қоссақ, 27. 27 бізде сыстырнай. 45-ке қосамыз 14-ті, 2 тең болады 52. 52 бізде 7-ген. 3-ті 4-ке көбейтеміз 12. 12-ні 2-ке бөлеміз, тең болады 6. 6 домбыра.
18-ге қосамыз. 28-ді бөлінген 4. 28 4-ге бөлеміз. Оған шыққан санды қосамыз 18-ге. Тең болады 25. Мен сабағымыз аяқталды балалар. Каналға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.